Құрмет орденінің егері Қазақстанға еңбегі сіңген қайраткер Ғани Қарин 70 жасқа толды. Ғани Ментайұлы 1946 жылдың 26 тамызында Батыс Қазақстан облысы Бөкейорда ауданының Орда кентінде дүниеге келген. Гурьев мемлекеттік педагогикалық институтын және Ақтау мемлекеттік университетін бітірген. Еңбек жолын мектеп мұғалім болып бастап, ұзақ уақыт Атырау, Маңғыстау облыстарының комсомол, партия, кеңес органдарында басшылық қызметтерін атқарған. Маңғыстау облыстық Огни Маңғыстау газеті бас редакторының орынбасары, Қазақстан журналистер одағының мүшесі. Бірнеше публистикалық мақалалар авторы. Соңғы жылдары оның көңіл көкжиегі, асыл ойлар әлемі, интересные собеседники және тағдыр толқынында секілді кітаптары жарық көрді. 72 жасқа толып отырмын. Бұл аз кезең емес. Осы уақыттың ішінде талай оқиғалар болды. Соның ішіндегі ең бастысы деп менің еліміздің тәуелсіздік алғанын атап өтер едім. Оның мағынасын біреу түсінсе, енді кейбіреулер әлі терең түсінбей жатуға мүмкін. Бұл біздің халқымыздың, еліміздің, мемлекетіміздің атағын дүниеге паш ету. Мәдениетіміздің, өнеріміздің, тіліміздің, дініміздің дамуына жол ашылды деген сөз.